Аллергияның психосоматикасы белгілі бір жақын адамдарды қабылдай алмау жаныңыздағы. Қазір енді жалпы халыққа түсінікті болу үшін жалпы психосоматика деген не екенін айта кетсем, бір-екі ауыз сөзіммен. Психосоматика бұл адамның психикалық және эмоциялық жағдайы мен денсаулық арасындағы байланысты зерттейтін ғылым. Жалпы психосоматика осы арқылы адамдардың жаңағы ойы мен сезімдері оның денсаулығына тікелей әсер ететінін былай айтқанда көрсетеді десек болады. Енді аллергияға қатысты сұрап жатсыз ғой. Аллергия жаңа айтқандай біздегі іштегі келіспеушіліктен, іштегі сезімдерден пайда болатын нәрсе, иә. Одан кейін ол денсаулықтан көрініс салады. Өйткені жаңа айтқандай эмоциялар, психикалық жағдайлар тікелей денсаулығымызға әсер етеді. Аллергияның психосоматикасы белгілі бір жақын адамдарды қабылдай алмау жаныңыздағы. Саналы түрде, бейсаналы түрде ол кісілерді қабылдамау. Сол кісілерден алшақ кету үшін, ол кісілерді өзіңізден былай айтқанда шегіндіру үшін сондай дене өзіне ой, сана, сондай денеде бөртпелер, әртүрлі немесе жаңағыдай шаң тозаң дейді, гүлдер дейді, өсімдіктен дейді, немесе жаңа сезонный аллергия деп жатады. Бұның барлығы мидағы логикалық, яғни сылтау десек те болады. Қандай да бір жаңа нәпсіміздің сылтауы, шын мәнісінде келгенде жанына жақын немесе жиі көрісетін, жиі араласатын адамдарды қабылдай алмау салдарынан пайда болатын нәрсе.